Неші дейміз? Кеш дейміз? И дейміз? Домыз дейміз, иә? Неше санадық? 12 жаны бар дейміз, иә? Тамаша. Так, тамаша балар. Енді бізде бүгінгі сабағымызға көрсек, оқыған шығарманы бөліктерге бөліп, жоспар құруды үйренеміз. Біз осындай жұмыстарды атқарып жүрдік. Негізінде жұмысымызды жалғастырамыз. Біз топқа бөліндік, сендердің алдарында қазір затаңдавасыздар балар. Затаңдавасыздар. Мен сендерге бір сұрақ қояйын. Мереке дегенде, той дегенде қандай ойларыңыз келеді екен? Мереке туралы не айта аласыздар? Балар, мереке туралы не айта аласыздар? Қане, айта аласыздар. Мереке туралы айта алшы? Мерекеде біз туысқандарымызды көреміз. Мереке, ол болады балар. Мерекеде, біз қуанамыз, балар? Туысқандарымыз, шақырамыз, тағы не істейміз мерекеде? Мерекеде адамның бір-бірлерін құттықтап сыйлық береді. Сыйлық берген, құттықтар екен, тамаша балар. Сендер неге отырсыңдар несіз балар? Тұсаукесер. Тұсаукесер, тамаша, қане? Қандай? Үйлену тойы, тамаша, қане? Беташар тойы, жақсы, тағы да? Қырқынан шығады, шілдехана дейміз, балар? Бәрі дұрыс, бәрі тамаша. Енді сендерге кішкене қазір түсіндіріп жіберейін балар. Мына алданызда парақтарыңыз жатыр, Мен бағалау парақтарыңыз. Мен бағана білген жоқпын ғой, кім қалай отырады. Сондықтан маған қазір көмектесіп жібересіңдер. Так, енді Роза, мынау сенің парағың. Сосын біз бағалап отырамыз, Так, Рамина, сенікі. Так, Рамина. Мен мына жақта, Так, мына серік, мына парағың сенікі болады. Мен өзім смайликтерді жақсы отырамын. Кім қалай жауап береді? Так, қарсы. Бізге мына төмен баға болады, бірден бастап 4-ке дейін төмен баға болады, Ал енді кім жауап береді, орташа болады, смайликте қарайсыңдар, 5-тен бастап 7-ге дейін қоюға болады. Бұл енді 4 деген баға. Ал енді кім керемет сөз, балар? Не ол қандай мағынаны білдіреді екен? Айгүл анасынан сұрағанда, шешесі не жауап беретінін білмей қалды, Сондықтан ол аяқ астына дейді, немесе күтпеген жағдайда деген мағынасын білдіреді. Түсінді ме? Тағы қайталап көрейші. Қателімден. Түсінді ме? Бұл аяқ астына, немесе күтпеген жағдайда. Оқып шықты, Бұл жерде бізде сұрақтар бар. Үшінші тапсырмаға көңіл аударсақ, қандай мерекелерді білесің? Бірақ осы тапсырманы орындау үшін мен сендерге осындай тапсырма әкелдім. Есептер. Бірақ бүгін мереке дегесін, мен әрине торт пісіріп әкелдім сендерге. Қазір сендер бір-бірден торт аласыңдар, оны есебін шешесіңдер. Содан кейін мен сұрайтын келесі сұрақтар болады. Жақсы ма? Қане, аласыңдар. Кім жегісі келеді тортты? Мен келем сендерге қазір. Ала беріңдер, сосын жауаптарыңызды күтемін. Ала беріңдер. Дәмді ме, ащы ма тортым? Енді түні бойы пісірдім. Кәне, Рамин, айта қойшы, сенің өнерің не болды? 6 көбейту 5 тең 30. Дәмді болды ма? Тортым. Қанша деді? 30. Бірақ 5 көбейту алдым. Жақсы ма? Так, келесі? 15 бөлу 15 тең 1. Тамаша, дұрыс па? Тамаша. 31. Тамаша. Қойылды. Олар ортаға қойылды. Кәне, айта бер. Көмектес. Нөсері, көмектес. Қанша болады? Қазір әйті. Тамаша. 22 бөлу 1 тең 1. Тең 1. Қалай? Тең 1. 22 бөлеміз 1. Қандай ереже біз білеміз? Кез келген санды бірге бөлсек,
болады 22 болады. Көмектес. 32 бөлу 4 18. Тамаша, болды. Міне, татулық деген осы, иә? 8, 1, 22 деген. Маған осы сан туралы қазір мен сұрақ қояйын. 22 туралы не айта аласың? Мектепте бар ма? Не айтады бізге? Кім айтады? Мүсіреп. 22 туралы. Не айта аласың? Бұлай, ана жаққа қара, сілеге қара. Мына жерде тұрасың ба? Песня возьми, Валерия не выше. Так, Роза өзің, Кәне, қанша сен өзіңе баға қойып айта бер, тұрып. 9, сен өте белсенді жұмыс болдың, иә? Белсенді болдың, жұмыстарын істедің, иә? Рамина, сен өзіңе қандай баға қойып отырсың? Иә, өте белсенді, бәрі сұрақтарға жауап бердің. Енді сен өзіңе қандай баға қойдың? Енді саны қашаш? 9-ға. Келсеңіз олар? Топ. Келсесіңіз? Қараңдар, шақ қанасың әлі. Мүмкін көкке қоямыз. Енді адамдық болсын. Қазір қайда қойдың? 10-ға қойдың. Өте белсенді. Ең көп смайлик жинады. Мүсіреп, сенде? 8-ге қойдың, иә? Жарайды, жақсы. Санжар? Біз де 8 қойдық, иә? Тамаша, жарайды. Но бірақ кішкене қара. Мүмкін көпті қояды. Менің бағам, мен қоятын бағам, міне. Жақсы ма? 7-ге қояды, иә? 7-ге. Бірақ сәл ғана қалды, 8-ге жетесің. Кестік бәрі, келесі сабақта. Өте тамаша балалар. Осындай міне. Енді, балалар, өте керемет бәріне жұмыс істедіңдер ғой? Қазір мен сенеге мынандай себептер беремін. Биология қоян жылы кетіп қой, иә? Сондықтан сенеге мына қоян жылдардың өзі рахмет айтады. Аласыңдар, наклейкасын үй жапсырасыңдар. Өз нелеріңізге бағалау парақтарыңыз бар. Тез-тез. Ол алынады наклейка. Енді, қазір. Енді, балалар, жарайды, сосын біз үлгереміз. Енді, қоятыңдар, осы. Балалар, мынандай көңіліміз, иә? Сабақ болды ма? Ал біліміміз қандай болды бүгін? Мынандай болды, иә біліміміз? Түсінікті ме балалар? Біреу кейбіреуімізге сендер үшін бір жаңалық болды ма бүгін? Не туралы білдік біз? Мерекелер туралы, иә? Мерекелер түрлері, той мен мерекенің айырмашылығын, иә? Бірақ көбінесе олар ұқсайды, иә балалар? Екеуінде де туыс-туысқандар жиналады. Екеуінде де сыйлық беріледі. Екеуінде де құттықтау сөз беріледі. Жақсы. Тамаша, рахмет. Сабағымыз аяқталды.